18 күн тәуекел күні, шешім қабылдау. 18 күн жаңа қадам жасауға, тәуекелге баруға арналған күн. Көп адам өзгерістен қорқады, бірақ тек батыл әрекет арқылы ғана алға жылжуға болады. Өмір жоспарлаумен ғана емес, жасалған шешіммен де өлшенеді. Бүгін өзіңе сұрақ қой. Мен қандай әрекет жасау арқылы өмірімді жақсарта аламын? Шешім қабылдау күштің белгісі, қорқынышқа берілмеу ерліктің белгісі. Тәуекел бұл әрқашан үлкен әрекет емес. Кейде кішкентай, бірақ дұрыс қадам үлкен өзгеріске апарады. Қорқынышты сезінсең де, әрекет жасау жүректі жеңілдетеді. Бұл күні нақты бір шешім қабылда. Жаңа әдетті бастау, бір дұрыс іс жасау, немесе бір нәрседен бас тарту. Өзіңе сен, Аллаға тапсырып батыл бол. Тапсырма. Бірінші, өміріңде бүгін тәуекел жасауға болатын бір жағдайды жаз. Екінші, сол тәуекелдің пайдасын және мүмкін нәтижесін ойла. Үшінші, бір кішкентай қадам жасап көр. Төртінші, қысқаша дұға жаса. Жүрекке батылдықпен дұрыс бағыт беру үшін 18 күн адамға тәуекелдің тек қорқыныш емес, даму мен табысқа апаратын жол екенін көрсетеді. Батыл әрекет өзгерістің бастауы.